Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ каналы. Бүгін біз FIFA 14 мобайл футбол симуляторына обзор жасайтын боламыз. Біз бұл ойынды неге еске алып отырмыз. Бұл ойында қазіргі FIFA мобайлда жоқ режимдердің бәрі болды. Мысалы карьера мен турнир бар шығар. Ал быстрый матч пен режим тренера ол точно жоқ. Сондықтан осы режимдер FIFA 14-те болды. Жалпы айтқанда, бүгін біз осы керемет тамаша ойынға алғашқы 20 жылдықтың ең үздік футбол симуляторына обзор жасайтын боламыз. Бүгін біз карьера бастайтын боламыз. Сөйлеріңізді де айтып кетіңіздер, комментарийға, және де лайктарыңызды басып отырыңыздар. Және біз қарсыластарға нағыз ойын келетін соперниктер Ливерпуль, Реал Мадрид, және олар келіспеді достар. Реал Мадрид бізден қорқытыр ғой. Сондай болу керек. Енді біз соперник алайық, ол келіспесе. Ол деген Бавария келісті. Және де Манчестер Юнайтедке біз предложение жасайтын боламыз. Достар, осы үш командамен біз матч өткізетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бла-бла-бла. Содан кейін кіммен контракт ұзарту керектігін жазып кетіңіздер. Бұда 2014 жылғы составтар. Сондықтан маны ренжімейсіздер. Вау, Месси 91. Бұда негізі төменірек қой деп айтсаңыздар. Төменірек қой деп айтатын шығарсыздар, бірақ бұл FIFA 14-те бұл 91 почти Роналдуға бірақ рейтинг жетпей тұрып, ал почти бұл ең үздік рейтинг болып саналады. Роналдуға 92. Онша көп емес. Біз составымызды жөндеп жібереміз. Достар, настройкілерге бәрі дұрыс. Настройкілерде және біз керемет тартысқа толы ойынымызды бастаймыз, достар. Және ойын басталды. Воу! Негізі өте керемет жағдай жасады Алексис. Пас. Алексиске пас, және де соққы жасауға керемет мүмкіндік. Және де оны соққыны ары жібермеді Ливерпульдің қорғаушылары. Каутиньо.
Серхио Бускетс. Андрес Иньеста. Жерар Пике. Фабригас. Неймар. Алайда оған доп жетпеді. Барселонаның игроктары тонна тауып алған сияқты, неғып Ливерпульдің игроктары сияқты шапшаң емес. Шапшаң емес бұр. Және де пас және де өте керемет мүмкіндік болды бұл жерде. Алайда Ливерпульдің бойшаң ойыншылары Барселонаның ойыншыларын гол соғуға жібермеді. Және біз 2 гол соққы жасап, Ливерпуль 0 соққы жасапты. Және Владимир Микель. Жалпы бүкіл статистика бойынша біз басым тұр екенбіз. Жалпы статистика бойынша да. Андрес Иньеста. Офсайд достар, таза офсайд. Дани Алвес, Алексис. Және Алексис қарымта шабуыл жасауға керемет мүмкіндік. Алайда алдыда ешкім болған жоқ. Баспен ұратындай. Және алтыға тевез алды. Андрес Иньестаға пас. Неймар. Иньеста. Месси. Неймарға пас. Неймар. Ой, не деген керемет мүмкіндік. Және де аут. Біз бұл ойында міндетті түрде ұтылмауымыз керек. Ой, өте қауіпті болды. Мессидің жылдамдығы жетпеді. Және ойын аяқталды. Достар, видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетейік. Ал сіздермен болған қарапайым қазақ каналы арнаға жазылып кетіңіз, лайк басыңыз. Және де күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеода жолыққанша.